Сәлем достар, сіздермен бірге Қытай дүкені арнасы. Маған қызық деген атпен рубрика бастадым. Бұл жерде өзіме қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын, және сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі демекші, топ 10 денсаулыққа пайдалы мәліметтер жайлы айтатын боламыз. Ендеше бастайық. Таңертең аш қарынға 2 стакан суға лимон тамшыларын қосып ішіп алыңыз. Ағзаңыздың асы дұрыс қорытуына көмектеседі. Сонымен қатар көк алма тойып тұрғанда тамақты басуға көмектеседі. Таңертең аш қарынға су ішкен соң 10-15 минуттан кейін таңғы асты ішіңіз. Ұйқыңызды тез ашып, күні бойы энергияңыз мол болсын десеңіз, таңғы асыңыз тойымды және құнарлы болу керек. Тамақтанып болған соң 40 минуттай су ішпеңіз. Тамаққа су немесе сұйықтық араласса, ол астың қорытылуын баяулатып, асқазаныңызды созып жібереді және ауырлық пайда болады. Жиі, бірақ аз-аздан тамақтану керек. Ағзада дұрыс зат алмасу үшін адам күніне 5 рет тамақтану қажет. Тамақтану уақыты тұрақты болса, ағза соған үйреніп қалады және денсаулығыңыз жақсарады. Достар, егер арнаға тіркелмесеңіздер, арнаға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал мен видеоны ары қарай жалғастырамын. Тамақты асықпай шайнау керек. Зат алмасу жақсы болады. Кейде адамдар көп жесе де, неге толып кетпейді деп ойлайсыз ба? Өйткені олардың ағзасында зат алмасу белсенді болады екен. Өзіңізді қинасаңыз да, тік отырып тамақтанғаныңыз дұрыс болады. Теледидар немесе компьютерге қарамай тамақтанғаныңыз жөн болар. Ғалымдардың зерттеуінше, тамақтанып болған соң 15-20 минут өткеннен кейін ғана тойғанымызды сезінеді екенбіз. Түстен кейін сағат 16:00-ден бастап белокты тамақтар жеген дұрыс, денсаулыққа пайдалы. Ал түстен кейін асқазанға түскен ұннан жасалған тағамдар, тәттілер, картоп, жаркое секілді тағамдар ол адам денсаулығына зиян әкеліп және майға айналады екен. Қарынға жиналған май сол жердің бұлшықеттеріне жасалған пресстен кетпейді. Пресс болады, бірақ майдың астында қалып қояды. Сол себепті пресс жасаған сайын қарныңыздағы май ұлғая береді. Май кетсін десеңіз, ішіңізді үнемі тартып, бұлшықеттеріне күш түсіріп жүріңіз. Моншалар мен сауналар денедегі майды кетірмейді, ағзадағы артық суды шығарады. Моншадан шыққанда қатты шөлдейтініміз де сондықтан. Алайда ол су 2 сағаттан соң қайтадан жиналады. Сіздермен пайдалы ақпаратпен бөліскен маған қызық рубрикасы. Бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Арнаға тіркеліңіздер, осы видеоға лайк басыңыздар және де комментарий жазыңыздар. Қош сау болыңыздар.